Үкімет рұқсат беру құжаттарын бекітті. Еліміздің іскер қауымы осы құжаттар бойынша жұмыс істейтін болады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қорытындысы өтті. Осы жылы жалпы 925 рұқсат беру құжаты қаралып, 167-сі күшін жойды. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы заң жобасы осы жылдың соңына дейін парламентке жіберілетін болады. Осы аралық ішінде ведомствоаралық комиссия 2015 жылға дейін рұқсат беру жүйесін одан әрі реформалаудың тұжырымдамасына сәйкес Қазақстан Республикасының рұқсат беру жүйесін жетілдіру бойынша ұсынымдарды әзірлеу, оның ішінде елбасының рұқсаттар және хабарламалар туралы бірыңғай заңды әзірлеу арқылы рұқсат беру заңнамасына жаңа қағидаттарды енгізу туралы тапсырмасын орындау мақсатында әзірленді. Яғни осы биылғы 2013 жылдың ішінде барлығы 925 рұқсат беру құжаттары қарастырылып, нәтижесінде 51 рұқсат беру жойылды және 6 рұқсат хабарлама тәртібіне аударылды.